Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Менімен бәрі оңай каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай дәмді қарақат тосабын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қарақат және қант керек болады. Енді біз қарақаттарымызды пышақтың көмегімен гүлінен, жапырақтарынан тазалайтын боламыз. Сіздерге алғысым шексіз, менімен бірге болғандарыңызға. Менің видеом сіздерге қандай да бір пайдасын тигізіп жатса қуаныштымын. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Қарақаттың пайдасы көп екенін өздеріңізде жақсы білесіздер. Америка ғалымдары қарақаттың құрамында антиоксиданттар өзге жидектерге қарағанда әлдеқандай жоғары екенін анықтаған. Қарақаттың құрамында витамин А 12-83%-ке, витамин Е 84%-ке және витамин С, кальций, белок та бар екен. Және де құрамында радоксалин көп болғандықтан жүрек қан тамырлары ауруларын алдын алып, бауыр мен бүйректі тазартып жұмысын жақсартады екен. Сол себепті сусын жасап ішкен жағдайда адам ағзасындағы жиналған қалдықтарды сыртқа шығарып, іш құрылысты тазартады. Енді қарақаттарымызды 2-3 қайтара жақсылап жуып, сосын 1 кг қарақатқа 1 кг қант қосып, жақсылап араластырып 2 сағатқа қант сіңу үшін қойып қоямыз. Сосын баяу отқа қойып, қарақаттарымызды жақсылап араластыра отырып, асты күйіп кетпейтіндей қайнатып алуымыз керек болады. Қайнаған соң барлық көбіктерін біртіндеп жақсылап алып тастау керек. Сосын 5 минуттай қайнатып, отты сөндіреміз. Енді 2 жолы бар. Бірінші жолы осы 5 минут қайнаған вареньямызды ыстықтай алдын ала қайнатылған салқын банкаларға құйып, кейін оларды салқын жерде не болмаса холодильникте сақтау керек болады. Мен екінші жолын таңдадым. Ол үшін осы вареньямызды 8 сағатқа суытып, ертесіне қайтадан 15 минут қайнатып аламыз. Ал енді мен банкаларымды қалай қайнату керектігін айтайын. Мен банкаларымды духовкада қайнататын боламын. Ол үшін банкаларды соданың көмегімен жақсылап жуып, духовканың сеткасына орналастырып, астына противеньге су құйып қоямыз. Духовканы 200 градуста қыздырамыз. Содан кейін 15 минут көлемінде духовкада ұстаймыз. Банкаларымызды суытып, енді вареньяларымызды құямыз. Мен вареньямызды екінші рет 15 минутқа қайнатып алдым. Вареньямыз дайын болды. Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма тіркеліп, менің видеоларымды алдағы уақытта көргілеріңіз келсе қоңыраушаны басып, және де келесі қандай видео көргілеріңіз келеді, соны комментарияға жаза кетсеңіздер. Ал енді біз вареньямызды ыстықтай салқындатылған банкаларымызға құятын боламыз. Банкаларымыз құймас бұрын вареньямызды араластырып, ауасын шығарып алғанымыз дұрыс. Вареньямызды банкаға толтырып құйып, алдын ала қайнаған суға бұқтырылған крышкамызды қатты бұрап, жауып аламыз. Содан кейін вареньяларымызды жылы жауып қоямыз. 1 суткаға менде 4 кг қарақаттан 6,5 литр варенье шықты. Міне біздің өте дәмді және өте пайдалы қарақаттан вареньямыз дайын болды. Сіздер де менің рецептімді пайдаланып, дайындап көріңіздер. Және де сіздерге көп рахмет, менімен бірге болғандарыңызға. Сау сәлеметте болыңыздар.